Қазақстанда не болып жатыр? Жұлдыздар жаппай косметика шығаруға кірісті. Бұл жай сән қуалау ма, әлде үлкен бизнес пе? Ән айтудан бет әрлеуге. Қазақ эстрадасындағы танымал жұлдыздар өз лақап аттарын косметикаға жаздырып, нарыққа ене бастады. Соңғы жылдары Қазақстанда отандық косметика өндірісі ерекше қарқын алып келеді. Бұл трендке танымал адамдар да қосылды. Мысалы, Қайрат Нұртас өзінің My Universe атты қош иіс суын шығарды. Димаш Құдайберген де шет қалмай өз парфюмін ұсынды. Төреғали Төрәлі да кенже қалған жоқ. Бүгінгі таңда жұлдыздар тек ән айтып қана қоймай, киноға түсіп қана қоймай, кәсіпкерлікке де бет бұрып жатыр. Косметика соның жарқын мысалы. Шетелдік жұлдыздар секілді біздің эстрада өкілдері де енді өз есімдерін брендке айналдыруда. Әнші, актриса, блогер бәрі бір-бірінен соң бірі бетке арналған кремдер, спрейлер, SPF кремдер, парфюмдар ұсынуда. Тек табиғи, органикалық, қолмен жасалған өзіміздің өндіріс. Таныс сөздер ме? Жарнамасы жер жарады, ал сапасына кім кепіл? Бұл бизнес пе, әлде жай ғана хайп па? Хайп деуге келмейді ау. Бұл бизнестен қаншама қыруар ақша түсіп жатыр десеңші. Бірі шынымен сапалы өнім ұсынса, енді бірі жай ғана атымен тауар сатып отыр. Косметика трендке айналды. Бірі товарын сатып алып жатқан жандардың ішінен ақшалай сыйлық, тіпті алтын, бриллиант, қымбат көлік, тіпті қымбат тұрғын үйде сыйлауда. Қайдан жатқан батпан құйрық десеңші? Белгісіз. Бірақ бұл тренд қанша уақытқа созылады? Сұраныс бар жерде ұсыныс та бар. Халық жұлдызға сенеді. Мына бет күтімі мен қолданатын өнім деген бір ауыз сөз мыңдаған сатылым. Алайда сұрақ көп. Бұл өнімдер шынымен сапалы ма? Жұлдыздардың өзі қолдана ма, әлде тек жарнама үшін бе? Алпың-жылпың пысық бол, ел сүйгенше түшіп бол дейді. Опа! Ерекше махаббатпен сіздерде сатылымға шығуын асыға күтіп жүрген, сіздерден бұрын өзімде тағатсыздана күтіп жүрген бұл менің Sunshine махаббатымыздашы. Бұны мен 4-5 ай көлемінде қолданып жүрмін. Міне, алғашқысын бітіргем. Бұл сұйықтық. Қолыңызға 2 тамшы ғана тамызып, сумен көпіршітіп жуып жіберсеңіз бетіңіз тап-таза, терең тазалайды. Мен біреуін тауыстым, міне екіншісін қолданып жүрген жайым бар. Біреуі 1,5-2 айға жетеді. Күнделікті жуған күннің өзінде. Бізде сатылымның аяқталуына 2-ақ күн қалды ғой. Мынау SPF креммен қарадақ әжім безеу купероза сепкіл болатын болса, дәл осы набор өте күшті көмектеседі. Бетіңді осветление жасап, аппақ қылған кезінде корейский кинодағы актрисалар бар ғой, тура солардың беті болады. Бұл өнімді 10 жастан бастап 65-70 жастағы адамдарға дейін пайдалануға болады. Еркектерге де, әйелдерге де, балдарға да, қыздарға да барлығына арналған жаңағы проблемаларды азайтып, бетке ештеңе шығартпайтын болады. Әжімге әсіресе күшті көмектеседі. Ал енді денеге арналған парфюмді гель для душа мен крем для тела дорого и богато ғой. Шынымен де байларский иіс шыққысы келетіндер осы өнімді алып пайдаланып көріңіздер. Күшті увлажнять етіп, иісі 24-48 сағатқа дейін денеңізде тұрады. Мынадан кейін парфюм сеппей қойсаңыздар да болады. Маған сенбеулеріңіз мүмкін, бірақ бір алып пайдаланып көріңіздер. Нәтижеге көздеріңіз жетеді. Бұл ешқандай да арзан дүние емес. Қытайда немесе басқа жақтан төмен бағада алып келіп, 10 есе қосылып сатылып жатқан дүние емес. Бұл таза отандық өзіміздің осы Қазақстаннан шығып жатқан өнім. Бүкіл әлемдік деңгейдегі дерматолог, косметолог врачтармен бірігіп жасалған дүние. Сондықтан бір алып пайдасын көріңіздер. Бақтарыңыз жанып жатса, артымдағы тұрған 200-каны ұтып алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Одан бөлек Шымкент қаласынан 30 миллион теңгенің үйі тігіліп жатыр. Өздеріңіз үшін осы өнімдерді алып пайдаланып көріңіздер. Алла ниеттеріңізге қарай осы сыйлықтарды бұйыртып қалар. Тапсырыс беру үшін төменге плюс қалдыр. Менен дәл осы наборды алғандар, сіздер алданып қалдыңыздар деп кім айтып жүр сіздерге? Ошын бір үлкен апайлар, мен алданып қалдым ба не, сонда ақшам ауаға кетті ма не, ұятсыздар анау-мынау деп кәдімгідей жауды шақырып жатыр. Құдай-ау жандарым, өтініш сіздерден барлығын бірінші дұрыс түсініп алыңыздаршы. 7-ші шілдеден бастап төлем жасағандар, мен эфирде де айттым, төлем жасағаннан кейін
чекті PDF форматта WhatsApp ботқа жіберетін болсаңыздар, сол жерде сізден аты жөніңізді, телефон номеріңізді, адресіңізді барлығын сұрайды. Тек өзім ғана қолданып жүрген Саншайнның бет жуатын умывашкасын 200 штугын тегін сыйлыққа беремін. Ал қалқым, сәттілік серіктеріңіз болсын. Ұрыста тұрыс жоқ дейді ғой. Қазақта сәл бір дөрекілеу мақал бар. Мақал болғанда ол ауыз екі таралып кеткен сөз ғой.